Түлкі, қасқыр, түйе, арыстан. Жапанда жалғыз тағы боп жүрген бір түйеге қаңғыған бір жалғыз түлкі ұшырапты. Екеуі жолдас болыпты. Оларға бір қасқыр кездесіп, үшеу болыпты. Үшеуі жолдас болып кете барыпты. Сөйтіп келе жатса, алдарынан бір арыстан шығыпты. Біреуден екеу жақсы, екеуден үшеу жақсы деген осы екен-ау. Төртеу болған соң түгелі болдық деп қуанысыпты барлығы. Шөп табылады, суда табылады. Түйенің азығы түгел болған соң, екі өркеш екі баладай әбден жетіліп семіріпті. Түлкіге тышқан жоқ, қасқырға қой жоқ, арыстанға ең аяғы қоян да жоқ. Бұларға арықтық кіріп, аштық жүдете бастайды. Үшеуі түйені күңдеп, семіздігіне сұқтанып, көзін құртуға ұйғарысыпты. Бұған әлімжеттік қылып, тарпа бас салымыз ұят болар, жолдас ақысы бар ғой, мұның есебін қалай табамыз? Деп үшеуі кеңесіпті. Сонда түлкі бәлеке жымың етіп, маған ерік берсеңдер, мен оны өз разылығымен ақ қарашығын батырып, үнін өшірер едім, депті. Арыстан да, қасқыр да, жарайды, бізге тек есебін тауып тамақ түсірудің қамын қыл, десіпті. Анау екеуі тамақ аулап кеткенде, түлкі түйенің қасына келіп, солқ-солқ жылай береді. Сонда түйе маңқиып, түлкішегім, қарындасым, неге жылайсың? Деп сұрапты. Жыламай қайтайын, мына өзгешеміз бір төбе, сен бір төбе едің. Көрнекімізде, көріктімізде сен едің. Қараңды көріп, ішпей мас, жемей тоқ болып жүруші едік. Сенен айырылып қалсақ, құтымыз қашады-ау, қарнымыз ашады деп жылаймын. Дегенде түйе шошып кетіп, түлкішегім, әлде жаман түс көрдің бе? Депті. Тәйірі түсті айтып тұрғанын. Қылышын сүйретіп қыс келеді. Түйенің шудасынан қар жауады. Оңды терісті боран соғады. Шөп қарасында қалады. Мына шөмізіңге кірсек те жан сақтаймыз. Сенің құрықтай мойның бар, сырықтай сирағың бар. Екі өркешің анау-мынау қораға сияр емес. Осы байқұс жыл өтпей жабуға сүйеніп, асты құрғақ жылы қорада жатады. Жан сақтап жүрген мал еді. Үскіргі аязда бос қөліп қалады-ау деп, ішім елжіреп, бүйрегім бұралып, бауырым езіліп, сені қимай жылап тұрғаным ғой, дейді. Түйе түлкінің бұл сөзіне қатықтай қатып, сүттей үйіп, маған бір ақыл тауып бер, депті. Таптым ақылды. Мына арыстан, қасқыр, мен үшеуміз 12 қойға сенің құныңды толықтырып кесіп алайық. Біз не қыламыз десек те, сен көне бер. Сол көнген ақыңа жарқырап жас шыққанда, жүнін желкілдетіп, құйрығын жайқаңдатып, 12 қойды алдыңа салып берейік. 12 қойдың жабақсы өзіңе қандай жылы жабу болады. Көдеден жіп ширатып, селеуден ине істеп, өзім қандай ұқсатып сырып, жабу қып беремін. Аңқау түйе есі шығып, жарайды түлкішегім, деп көне салыпты. Арыстан мен қасқыр келген соң, олар да түлкінің айтқанын құптап, түйе де, оған ризамын, тек қойларды жарамдық берсеңдер болды, деген екен.